Ербол Шарақбайұлы, сіз әдемі баяндама жасадыңыз жаңа. Бірақ мына сіздің айтып жатқан мыңдаған гектарды біз қайтарып жатырмыз деген сөзіңізге мен елдің сәлемін айтайын деп отырмын. Жақында елден келдік. Қай облысқа бармасаңыз, жолдың оң жағы да, сол жағы да әкімнің жері. Қайтып атқан жер жоқ. Мал ұстап отырған, егін егіп отырған кісілер жерге зәру болып отыр, бірақ ана қолы күштілер сол бұрын қалпында қалып отыр. Мына жердің иелерін сіздерге мына шығарып тақтаға жазып қоюға кім кедергі? Өскеменге барсаңыз жердің бәрі Даниял Ахметтікі, Павлодарға барсаңыз Бақауовтікі, Астананың маңайында Шүкеевтікі, оны айтуға қорқып отыр бәрі. Бірақ сіздер осыны қашан жаңағы сіздің баяндамаңызда айтылған мыңдаған гектардың бәрі өтірік. Ана халықтың бәрі наразы болып отыр. Мал ұстаған кісілерге жер жетпей жатыр. Соны сіздер мынандай әдемі баяндаманың орнына осыны қашан қолға аласыздар нақты? Соны айтыңызшы. Аты жөнін жазыңыздар. Неге ұяласыздар оларды тақтаға іліп қоюға? Бұрынғы отырған байлар солай отыр. Құрметті министр мырза, мына сіз қазір біздің Дүйсебенов әріптесіміздің сұрағына жауап берген кезде қалай дедіңіз? Депутат көстіп айтуға болмайды деп. Депутаттарға не айтуға болады, не болмай ма, біз өзіміз білеміз, жарай ма? Сіз ол жағынан кішкене мәдениетті болыңыз. Соған шақырам. Бір, екіншіден. Бұндай сынды сіз тыңдағыңыз келмейді деп айттыңыз. Тыңдағыңыз келе ме, келмей ме, тыңдатамыз сізді біз. Бұл біздің міндетіміз, бұл біздің қызметіміз еліміз алдында. Үшіншіден, интерактивті карта туралы айтып отырсыз. Бұл интерактивті картаны көпшілік кемінде 5-3 жыл бойы талап етіп жатыр. Жақында болады, ертең болады. Қашанға дейін бұл уәде ретінде қала береді? Қашаннан бастап ол іске асырады? Біз өте бір өзекті мәселені қарадық қой. Себебі біз осы өңірлерді аралап жүрміз. Сонда жергілікті жерде халықтың қойып отырған мәселесі жайылым жерлер мәселесі. Ол жаңағы көп миллион гектарлап қайтарылып жатқан жерлер интерактивті карта шыққаннан кейін әр адам көріп отыру керек онлайн режимде. Бірақ ең өзекті мәселе ол ауылдардың жанындағы малын жұрт бағатын жерлердің мәселесі. Бірінші кезекте біз барлығымыз, ауыл шаруашылық министрлігі, бас прокуратура бар, басқа мемлекеттік органдар бар, депутаттар бар, саяси партиялар оның ішінде. Барлығымыз бірігіп осы мәселеге біз күш салуымыз керек. Әрекет жасауымыз керек. Тек қана әңгіме айтып емес, ол нақты жұмыс істеу керек. Сондықтан да жаз бойы бір топ депутаттар онымен жүрді, өңірлерді аралады, әр өңірлерді ауылдарға барып, ол мәселені осыны шешімін іздеді. Бірақ ол жұмыстың бәрі әлі айтам, жеткіліксіз. Сондықтан бүгінгі көтерген депутаттардың мәселесі дұрыс. Мен бұл депутаттарды сол депутаттарға қосылып, осы мәселемен қазір қыстың көзі қырауда емес, жаз айларында аяқпен жүріп, министрлікпен бірге, прокуратурамен бірге, қоғамдық белсенділеріміз бар. Барлығымен бірге осы мәселеге тікелей атсалысу керек деп ойлаймын. Мойындау керек. Әлі көптеген ауылдар осыдан қиянат көріп отыр. Бұл ондаған жыл бойы қордаланған мәселе, ол бір жылда шешіліп кетеді деп оны айтуға болмайды. Сол қайтарылған жерлер әр гектарын әр адам көріп отыру керек. Вместе с цифровым министерством необходимо этот вопрос отработать. Уже мы на следующей неделе должны увидеть интерактивную карту. Бірінші мәселе. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы туралы Қазақстан Республикасы конституциялық заңының күші жойылды деп тану туралы Қазақстан Республикасы конституциялық заңының жобасын қарауға қабылдау жөнінде. Сөз заңнама және сот құқықтық реформа комитетінің төрағасы депутат Қожахметов Арман Төлешұлына беріледі. Рахмет. Құрметті Ерлан Жақанұлы, құрметті әріптестер. Аталған заң жобасы республикалық референдум қорытындылары бойынша ел конституциясына енгізілген өзгерістерді іске асыру мақсатында әзірленді. Атап айтатын болсақ, үстіміздегі жылғы 8 маусымдағы заңмен конституцияға енгізілген түзетулерге сәйкес Қазақстанның тұңғыш президентінің мәртебесімен, өкілеттігі республика конституциясымен және конституциялық заңмен айқындалады деген норманы көздейтін ата заңның 46 бабы 4 тармағы алынып тасталды. Осыған байланысты бұл заң жобасымен құқықтық негіздің жоқтығын ескере отырып, тиісті конституциялық заңның күшін жою көзделеді. Заң жобасын қарау үшін жұмысқа алуды ұсынамыз, қолдауларыңызды сұраймыз, назарларыңызға рахмет.
Онда қаулының жобасы сіздерде бар. Сол бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын. Қаңтар күндерінде тәуелсіздіктің қадір қасиетін, тыныштық пен бейбітшілік қаншалықты маңызды екенін жан жүрегімізбен сезіндік. Қаңтардың басы Маңғыстауда өрт алған белгілі. Оқиға сұйытылған газ бағасын төмендету керек деген ұранмен басталды. Басында бейбіт түрде басталған шеруді арандатушы топтар пайдаланып, оның соңы ірі қалаларда тәртіпсіздік пен қайғылы оқиғаларға ұласты. Төңкеріс жасауға ұмтылғандардың басында белгілі саяси лауазымдағы адамдардың болғаны анық. Олар сатқындық жасап, мемлекет басшысына елдегі ахуал туралы жалған ақпараттар берді. Іштен шыққан жаулар мұқият ойластырылған ауқымды операцияда кәсіби дайындықтан өткен баскесер содырларды еш тартынбастан пайдаланды. Ірі шаһарымыз аяулы Алматы мен кейбір қалаларымызда ұрыстар орын алды. Ең сұмдығы ішкі және сыртқы жауларымыз бірге қылмыстық қимыл жасап, билікке қарсы қолдарынан келген істеді. Олар мемлекеттік органдарға, стратегиялық сандарға, қару-жарақ дүкендер мен бизнеске тиесілі ғимараттарға аяусыз шабуылдар ұйымдастырды. Шын мәнінде бұл елдік пен мемлекетімізге төнген аса қауіпті сын қатер еді. Жыл басында халық талабын ескере келе, қаңтар қасіретін ашық талқылау үшін Жаңа Қазақстан депутаттық тобы бас прокурорға депутаттық сауал жолдаған болатын. Ол сауалға парламентте арнайы жауап берілді. Шындығын айтқанда, мәжіліс төрінде мемлекеттік төңкеріске итермелеген оқиғаны мұндай кең ауқымды талқылау ешқашан болмаған. Құқық қорғау органдары тергеу қорытындылары туралы есеп беріп, бәрі ашық айтылды. Сол кезде бірінші рет қайтыс болған 238 адамның тізімімен 3000-нан астам қарудың ұрланғаны хабардар етілді. Қоғамды мазалаған сұрақтарды бүкпесіз қойдық. Біріне жауап алсақ, енді кейбіріне тергеу амалдарынан соң нақты жауап айтылады делінді. Сондай-ақ мемлекет басшысы 16 наурызда халыққа жолдауында кімнің қандай лауазым иеленіп отырғанына, қоғамдағы орны қандай екеніне қарамастан, осы қайғылы оқиғаларға кінәлі адамдар түгелдей лайықты жазасын алады деп уәде беремін дегені бар емес пе? Я, бүгінде халықтың көкейінде әлде жауабы жоқ сұрақтар жеткілікті. Сонымен, мұны ұйымдастырған кімдер? Өйткені барлық өңірлерде бір мезгілде толқулар басталды. Және қаскөйлердің негізгі мақсаты не болды? Қаңтар оқиғасы қандай зақымдар мен шығындар келтірді? Лауазымдық міндеттерін атқару кезінде қайтыс болған және зардап шеккен қызметкерлерді әлеуметтік жағынан қорғау, кездейсоқ қаза болған азаматтарымыздың жақындарына көмек көрсету бойынша қандай жұмыстар жүргізілді деген сауалдар ел ішінде айтылып жүр. Бүгінгі күні болған оқиға бойынша толық түсінік жоқ. Елді ыдырату үшін жасалған опасыздардың жүйелі қимылы, қырағы дайындығы туралы тек қана болжамдар бар. Ашығын айтсақ, қазір қоғамда түрлі қауесет тарауда. Бұл ахуал жалған түсінік қалыптастырып, фейк ақпараттардың тарауына зор ықпалын тигізіп отыр. Сондықтан құқық қорғау органдарының тергеу амалдарының қорытындысына сүйенген оқиғаның бірізді мән-жайы ашық айтылып, оның әділ бағасы берілу керек деп санаймыз. Тиісті күшті құрылымдар мен мемлекеттік органдар жылдың басында мәжілістің алғашқы жалпы отырысына келіп, жоғарыда айтылған және де басқа да сауалдарға бүкпесіз ашық жауап беру қажет. Бұл халықтың талабы. Құрметпен Жаңа Қазақстан депутаттық тобының мүшелері.